Бәріңе сәлем, менің есімім Майназым, және мен бірінші нағыз ұбт-дан 20-дан 19 балл алдым. Қазақстан тарихын оқу барысындағы лайфхактармен бөлісіп өткім келеді. Ең бірінші ол тақырыпты зубрить етуге емес, түсінуге тырысу. Егер сен ол тақырыпты толықтай түсініп алатын болсаң, ол сенің миыңда көпке дейін сақталатын болады. Мен кітаптарды бояп, сызып, кесіп алып алдыма жабыстырып оқыған жақсы көремін. Сондықтан менің кітаптарымның көбісі боялған, сызылған болуы таңғалатын нәрсе емес. Кітапты ашып тақырыпты оқи бастаған кезде фокусыңды шашыратпау керек. Мысалға, айналаңда телефон деген сияқты нәрселер болатын болса, оларды ысырып тастау керек, немесе ноутбуктан да сообщение керек, ноутбукты да айырып тастасаңдар болады. Нақты бір уақытқа будильник қойып қойыңдар, мысалға ПС-ның уақыты болуы мүмкін, НТ-ның уақыты болуы мүмкін. Сол уақытқа будильник қойып, оған дейін фокустарыңды бөлмей сабақ оқуға арнау керек. Тақырыпты ашқан кезде просто так оқып шықсаң, оны сен түсінбейсің. Жай ғана ашасың, бір бетті немесе бір абзацты оқып өзіңе түсіндіресің. Қиын даталар, қиын терминдер немесе ғасырлар болатын болса, оларды алдыңа түртіп алсаң болады, қағазға жазып алдыңа жабыстырып қойсаң да болады. Және ол тақырыпты оқып біткеннен кейін квиз, тесттер өте көп қой, соларды орындауға болады. Бұл тақырыпты оқып біткеннен кейін келесі күн сен басқа тақырып оқу керек боласың. Ал алдыңғы оқыған тақырыбыңды ұмытып қалмас үшін стикерлер жазып дайындасаң болады. Мысалға, мен әрбір тақырыпқа осылай стикер жазып дайындайтынмын. Бұл негізі өткенді қайталауға өте қатты көмектеседі. Екінші ол ассоциациямен жаттау. Мен өте көп ассоциация жасаймын. Мен тұрып әріптен ассоциация жасап тастаймын. Мен адамдардың аттарынан, олардың айтқан сөздерінен, бәрінен ассоциация байланыстырып жаттайтынмын. Бұл өте қатты көмектеседі. Мысалға, адамдардың айтқан сөздері бар ғой. Мысалға, хандарға келетін болса, хандар туралы көбінесе тарихи рашидидің авторы Мұхаммед Хайдар Дулати айтады. Себебі қазақ хандығының өзінің тарихы осы тарихи рашидиде жазылады деген сияқты осылай байланыстыруға болады. Мысалға, тағы да Махмуд ибн Уәли деген кісі бар. Ол үнемі пана немесе біреудің өлімі деген сияқты нәрселерді айта береді. Сол арқылы жаттасаңдар болады. Үшінші ол карта. Картаны жаттауға емес, картаны түсінуге тырысу керек. Маған нағыз ұбт-да бір сұрақ келген, алдымда карта бар, менен территорияны сұрап тұр, мен ол нақты жаттанды түрде білмеймін, бірақ менің алдымда карта бар. Мен картаны түсінемін. Картаға қарадым да, сақтармен байланыстырып, мен теңіздің атын тауып, сөйтіп бір балл алып кеткенмін. Көрдіңдер ғой, оны просто жаттаудың керегі жоқ, оны түсініп алсаң болды. Одан кейін тест кітапшаларымен дайындалу керек. Олар сендерге өте қатты көмектеседі. Мысалға, мына Жұбанышев немесе Айбек Оразымбеттің кітабы, қастарыңа алып жүріңдер, үнемі любой кезде ашып оқи салсаңдар, бір айда бітіріп тастауға болады мына кітапты. Бір айда бітіріп тастауға болады. Мектеп баспаларын оқуды ұмытпаңдар. Себебі сұрақтар мектеп баспасынан да келеді, және көп оқушының қиналатын кітабы ол мына 10-шы сыныптың кітабы. Бұл кітап менің де біраз ығырымды шығарған кітап. Бірақ сұрақтар 10-шы сыныптың кітабынан да келеді. Маған наурызда бір сұрақ келген, бір беттен дәл бір сөйлемді қойып қойған. Мен оған әрине жауап бере алмадым, -1 балл. Тест нұсқаларымен жұмыстану керек. Практика міндетті түрде керек. Практикасыз сен 15+ алмайсың деп айтайын ба. Практика міндетті түрде керек болады. Өте қатты көмектеседі. Одан кейін ноталар қарау керек. Міндетті түрде, мысалға, нотадағы бір сұрағыңды түсінбей қалдың ба, оны міндетті түрде барып кітаптан оқып шығу ол маңызды. Өте маңызды. Мысалға, сен сол сұрақты жаттап аласың, бірақ саған ол сұрақ келмейді. Саған сол тақырыптың төңірегіндегі сұрақтар келетін болса, сен оған жауап бере алмайсың. Деген сияқты ғой. Тарихты сүйіңдер, тарихты жақсы көріңдер. Мен наурызда тарихтан 12 балл алдым. Бірақ 2 айда мен барлық баспаны оқып шықтым. Мен тест нұсқаларымен дайындалдым, мен НТ-ға да үлгердім. Мен бәріне де үлгердім. Сөйтіп, нағыз ұбт-да мен 19 балл алғам. Бір сұрағым өте мұқиятсыздықтан кетті. Мен ол сұрақты менсінбей, ой, мынау жұбы дұрыс деп, біреуін белгілеп кеттім. Содан -1 балл болып қалды. Мен ең бірінші өз базамды қалыптастыру үшін Едуконның 2 кітабымен дайындалғам. Одан кейін Атамұра баспалары ең керекті баспа. Ең көп сұрақтардың бөлігі құрастырылатын кітап ол осы Атамұра баспалары. Одан кейін мектеп баспасы, одан кейін 11-ші сыныптың, одан кейін 10-шы сыныптың кітаптары өте маңызды. Қорықпаңдар, өздеріңе сеніңдер, сендер алып шыға аласыңдар. Тағы да осындай видео шыққан қаласыңдар, подписка істеп, лайк басып, комментарий жазып таратыңдар.
өте көп видеолар түсіретін боламын алдағы уақытта. Давайте, всем пока-пока.